Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Асылбек. Достар, бағана алдыңғы видеоларымда ютубта бір бауырым сұрап кетіпті, қалай алмаз жинауға болады, тез алмаз жинауға болады деп сұрақ қойып кеткен болатын. Және де осы видеода жауап беретін боламын. Достар, 1000 подписчикке жеткізіп басайық достар. 1000 подписчикке сәл ғана қалды. Қазір 845 подписчик кезінде айтып жатырмын, мына видеоны түсіріп жатырмын. Енді достар 155 подписчик қалды. 155 подписчикті кәдімгі жинап тастайық. Демде ғой жігіттер, қыздар. Ал енді видеоға көшетін болсақ, өз алмазды қалай алсақ болады? Күніне 8 алмазды алуға болады. Мына миссияларды орындап, берген тапсырмаларды орындап. Бұл енді 8 алмаз енді күніне аз ғой енді. Және де әр чемпион болған сайын, яқтан карьерадан чемпион болған сайын әртүрлі алмаздар беріп отырады. Ең плюсы бізде онлайнда ең көп алмазды біз онлайндан таба аламыз. Ол қалай десеңіздер, мына 14-ші дивизионда тұрмын. 14-ші дивизионнан мысалы көтерілесіздер, түсесіздер. Мысалы бір көрсетіп жіберейін. Кіресіздер, адам шығады, өздеріңіздер шығып кетесіздер автоматически. Қазір ойынға кірсін. Достар, қолдап кетейікші. 1000 подписчик қалды. 1000 подписчикке жетсек стримға кіре аламыз. Ол кезде стримде отырып турнирлар ұйымдастыратын боламыз. Өзіміз спонсор болып турнир ұйымдастырамыз. Алдағы уақытта мысалы міне выйти деп тұр, осыны басамыз да шығып кетеміз. Үсіп шыға бересіздер, әр дивизионнан түсе бересіздер. Сол кезде мысалы 20-шы дивизионға дейін түсе аласыздар. 20-шы дивизионнан қайттан мысалы 13, 14, 12-ші, 11-ші дивизионға дейін көтеріліп, қайттан сөйтіп түссеңіздер, сөйтіп алмаз әр дивизионнан түсіп, көтерілген сайын алмаз беріп отырады. Сол алмаздар тез жинап алсаңыздар болады. Жігіттер, қыздар, 2022-нің взломы жоқ. 2022-нің взломы жоқ. Взлом бар ма деп көбісі сұрайды енді. Енді бастап атқандар. Профессионалдар білет, взлом жоқ екен. Опа, бізде басталып қойыпты. Бекер басып жібердік қой. Қой бер. Бұны турнир жоқ, видеоға түсіріп жібереміз бұнытта. Турнирде 3 күн дейді. Так. Аккаунтты көрсетіп жіберейін ба, жігіттер, қыздар? Аккаунт осы айтпақшы, мен Александр Арнольд пен кімді сатып жіберген ба? Ван Дейк ше. Мына жерде Александр Арнольд, мына жақта Ван Дейк тұратын. Ауыстырып қойдық. Ван Дейк тұратын. Там Ван Дейк 83, ал Александр Арнольдты 81 кезінде алғам. Көктемде обновление болды. Сол обновлениеде жүрдім. Сөйттім дағыны 2023-те алам деп ойлағам. Сөйтіп алдында TikTokта видео үшін сатып жібердім. Сөйтіп қайттан көтеріп ала салам деп. Енді шықпай жатыр магазинге. Білмеймін, магазиннің бағасы да достар көрдіңіздер ме? Соңғы обновление. Там игроктардың бағасы көтеріліп кетті. Ең төменгі защитник қазір бұрында 1460 теңге болса, ең төменгі защитник 80 уровендегі защитник қазір 1775 теңгеге дейін көтеріліп кеткен. Там нормально баға көтеріліп кеткен. Мына монетаға күш түсіреді енді. Бізде 91 мың монета бар. Осыны миллионға дейін апарып тастасақ, ол кезде вообще взлом деп ойлайды жастар, достар. Явно взлом. Осы айтпақшы, енді логотипті қалай істеу керек екенін тағы да видео қылып шығарамын оны. Сол тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, қойып кетсеңіздер болады. Білмейтін болсаңыздар, тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, болмаса алдағы уақытта қандай видеолар түсіруге болады. Достар, сіздердің идеяларыңыз маған да керек. Сіздер идея айтсаңыздар, мынандай видео түсір деп, маған ұнаса ол идея түсіруге болады. Өйткені мен ойламаған нәрсені басқа адам ойлауы мүмкін да. Сол идеялар айтып кетсеңіздер, мен түсіріп қалуым мүмкін сіздердің идеяларыңызбен видеоны. Мен алдыңғы бір видеода айтқам, 1000 подписчикке жетсек, өзімнің атымнан тегін турнир ұйымдастырамын. Енді 1000 подписчикке 150 подписчик қалды. Сол 1000 подписчикке жетіп, бір-екі рет стримға кіріп, көріп, тексеріп, одан кейін өзімнің атынан турнир ұйымдастыратын болам. Ол турнир қалай болады десеңіздер,
көреміз енді, ол ұйымдастырып жатамыз. 8 адам қылып қоямыз. Төртеуден бір топ, А тобына төртеу, В тобына төртеу қойып, екі топтан бір адамнан шығарып, призді бір-ақ адам алатын қылып шешетін қыламыз. Енді бастамасына 1000 теңгеден қойсам ба деп жатырмын. Одан кейін жоғарылай береміз ғой. Бірінші тегін турнирдан бастасақ, кейін ақшалай турнир қылап бастаймыз. Сөйтіп көтерілгенше көреміз енді. Ол үшін, ол тегін турнирге қатысу үшін сол 1000 подписчикке жеткізіп кету керек. Көп сөйлеп кеттім ау мен, көп сөйлеп кеттім. Солай. Келесі видеода көріскенше. Жігіттер, қыздар, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер, мен үшін ол мотивация. Әрі қарай күніге видео шығаруға тырысатын боламын. Ол кезде ше, күніге демей қой, 2-3 күн сайын видеоға түсіріп атамын. Мысалы, әр видео 1000 просмотрдан асып отырса, маған да мотивация беріп отырады ғой. 200-300 болса, желанияны қашырып жібереді. Сол үшін достарыңыз болса, достарыңызға жіберіп, тіркеліп, лайк басып, сөйтіп ірікке шығарын қолдап жіберейік. Давайте, келесі видеода көріскенше.